Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біздер осындай керемет, өте оп-оңай пирог жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен көріп тұрғанымыздай жұмыртқаның сарысы керек болады. Менде бұл жерде 3 жұмыртқаның сарысы, және бұны біз қантпен араластыратын боламыз. Мен осы жерде кішкене ғана ванилин қостым, және де маргаринді ерітіп қостым. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп саламыз. Бізде бұл жерде 5 үлкен ас қасық ұн. Осы тестімізға кішкене сұйық май қосамыз. Осылай табамызға салып, 180 градусқа 45 минутқа қоямыз. Жұмыртқамыздың ағын алып, осылай жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Бұл жерде бізде бір тамшы су, бір тамшы май ыдысымызда болмауы керек. Яғни біздің жұмыртқамыздың ағы жақсы көпіріп шығу үшін. Арасына 1 стакан қантты салып араластырдым. Осылай пісуге жақын қалған біздің пирогымыздың бетіне жаңағы жұмыртқамыздың ағын жақсылап салатын боламыз. Қайтадан 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз осылай дайын болды. Дәмі деген өте керемет. Жасап көріңіздер.